Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға педагогика пәнінен қазіргі мектептегі білім мазмұнының ғылыми негіздері атты тақырыпты ұсынамын. Қарастырылатын мәселелер: білім мазмұны тұтас педагогикалық үдерістің компоненті ретінде. Құзыреттілік тәсіл негізінде Қазақстан Республикасында 12 жылдық мектептің білім мазмұнын модернизациялау. Ұсынылатын әдебиеттер: негізгі әдебиет Бұзабақова Клара Жайдарбекқызы, педагогика оқулығы, Тараз, 2019 жыл, 329 бет. Таубаева, Иманбаева, Берқанова, педагогика оқулығы, Алматы, 2017 жыл, 340 бет. Педагогика оқулығы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика кафедрасы ұжымы дайындаған. Алматы, 2005 жыл, 364 бет. Интернет ресурстар, заңнамалық құжаттар. Білім мазмұны тұтас педагогикалық үдерістің компоненті ретінде. Жаңа білім беру жүйесіне көшудегі білім берудің басты мақсаты не болып табылады? Жаңа білім беру жүйесінің көшудегі білім берудің басты мақсаты өзінің және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсендіруге дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті, шығармашыл, зияткер тұлғаны тәрбиелеу, дамыту және қалыптастыру. Оқу бағдарламасын құруға төмендегідей талаптар қойылады. Оқу материалын берудегі сабақтастық, спиралды тұғыр. Оқу пәндерінің пәнаралық интеграциясы. Үш тілділік білім беру. Тіл үйренудегі коммуникативтік тұғыр. Оқытудағы іс-әрекеттік тұғыр. Оқыту нәтижесін анықтаудағы таксономиялық тұғыр. Оқыту мақсатын жүйелеу арқылы күтілетін нәтижеге жету. Оқыту нәтижесін критериалды бағалау. Мемлекеттік жалпыға міндетті жалпы орта білім беру стандартын жасаудағы басты мақсат жалпы орта білім беретін мектептердің әр сатысындағы оқу процесінің барысында оқушы меңгеруге тиіс білімнің міндетті төменгі деңгейін, яғни минимумын белгілеу. Мемлекеттік жалпыға міндетті жалпы орта білім беру стандартында базистік оқу жоспарының екі бөлігі анықталынады: инвариантты компонент және вариативті компонент. Инвариантты компонент өзінің мазмұны мен жүйесі бойынша мемлекеттік базалық білім беру стандарттарының талаптарына жауап беретін оқу бағдарламаларының жалпы міндетті бөлігі. Вариативті компонент оқушылар мектеп ұсынған арнаулы курстардан өздерінің қалауы және таңдауы бойынша игерілетін оқу жоспарының жылжымалы бөлігі. Ол оқушылардың жеке ерекшеліктерін, бейімділігін ескеруге мүмкіндік береді. Мемлекеттік стандарт Қазақстан Республикасы жалпы орта білім жүйесі аясындағы білімнің жалпы нормаларын сақтай отырып, оқушыны саралап оқытудың түрін таңдау құқығын қамтамасыз етеді. Білім сапасын қамтамасыз ету жолдарын қарастырамыз. Жүйеге кіруді реттеу және жүйеден шығуды реттеудің мәнін ашып көрсетеміз. Жүйеге кіруді реттеу. Нені оқыту, қалай оқыту және алынатын нәтиже не деген сұрақтарға жауап береді. Нені оқыту? Берілген білім мазмұнын нормалау. Қалай оқыту? Оқыту процесін ұйымдастыру. Алынатын нәтиже жеке пәндер бойынша оқушының игеретін білім, білік дағдысы. Жүйеден шығуды реттеу. Не үшін оқыту керек? Оқушыны оқуға қалай үйрету керек? Қандай нәтиже алынады? Алынатын нәтиже не деген сұрақтарға жауап береді. Не үшін оқыту керек? Оқу нәтижелерін анықтау. Оқушыны оқуға қалай үйрету? Оқу процесін ұйымдастыру. Алынатын нәтижеге оқушының меңгерген құзыреттілігі. Қазақстан Республикасының 2020-2025 жылдарға арналған білім беру дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі нормативтік құжаттарды білім беру жүйесі мен оқу орындарының қызметін және олардың даму жолдарын реттейтін маңызды нормативтік құжаттар болып табылады. Оқытудың төмендегідей міндеттерін атап өтеміз. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптеріне сипаттама беру. Қазақстан Республикасы білім беру орындарының қызметтерін ашып көрсету. Білім беру стандарттары мен олардың негізгі қызметтерінің мәнін ашу. Республикадағы білім беру жүйесінің
маңызды жақтары мен даму барысында көрсету болып табылады. Функционалды сауаттылық тұлғаның өмір тіршілігінің әртүрлі саласындағы міндеттерді шешу нәтижесі және негізі. Бейіндік оқыту мазмұнының ерекшеліктері. Орта білім берудің үшінші шартысы бейінді оқыту деп аталынады. Бейінді оқыту оқушылардың шығармашылық қызметін, жеке қабілеттерін дамытуға зор мүмкіндік туғызады. Бейіндік оқыту дегеніміз не? Бейіндік оқыту жалпы орта білім беретін мектептердің жоғарғы сатысында даралап оқытуға, оқушының әлеуметтенуіне және мектептің жоғарғы сатысының орта және жоғары кәсіптік білім беру мекемелерімен сабақтастығына бағытталған арнайы дайындық жүйесі. Бейіндік оқытудың негізгі мақсаты: оқушылардың өзіндік білім алу бағдарламаларын құруды және оны жүзеге асырылуын, оқушының отбасында, жергілікті және аймақтық ортада әлеуметтенуін, оқушыларды орта және жоғары кәсіптік оқу орындарына дайындау үшін орта және жалпы білім беру бағдарламаларындағы жеке пәндерді тереңдетіп оқытуды қамтамасыз ету болып саналады. Бейіндік оқытудың төмендегідей негізгі міндеттерін атап өтеміз. Жалпы толық білім беру бағдарламаларында жеке пәндерді тереңдетіп меңгеруін қамтамасыз ету. Жоғары сынып оқушыларына жеке білім беру бағдарламаларын құрудың кең және ыңғайлы мүмкіндіктеріне сай оқыту мазмұнының елеулі саралануына жағдай жасау. Мектеп бітірушілерді олардың қабілеттеріне, жеке бейімділіктері мен қажеттіліктеріне сәйкес жоғары кәсіби білімді меңгеруге дайындау. Оқушыларды әлеуметтендіру мақсатында жалпы және кәсіби білім беру арасындағы сабақтастықты қамтамасыз ету. Бейінді оқытудың ұйымдастырудың мақсаттарын атап өтеміз. Оқушылардың әлеуметтендіру мүмкіндігін кеңейтіп, Қазақстан азаматтарының сындарлы рөлі ретінде базалық құзыреттер түріндегі білім беру жүйесінің ұлттық мақсаттарына жетуге мүмкіндік туғызу. Жалпы орта білім берудің жеке оқу жоспарларын жобалау мен жүзеге асыру мүмкіндігін 11-12 сынып оқушыларының білім беру мазмұнын саралап жіктеу үшін нормативтік және ұйымдастырушылық педагогикалық жағдай жасау. Оқушылардың сапалы білімге қол жеткізуін, олардың қабілеті мен қызығушылығын, танымдық және өмірлік қажеттіліктеріне, бейімділіктеріне сәйкес қамтамасыз ету. Жоғарғы кәсіби және орта білім деңгейінің сабақтастығын қамтамасыз ету. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.